Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Осындай дәмді қатпарлы қаттамалар дайындайтын боламыз. Қаттамамыз осылай ортасы қытырлақ болып, ортасы жұп-жұмсақ, қатпарлы болып шығады. Егер қызықтырса, видеоны соңына дейін қараңыздар. Ол үшін ұнға бір жұмыртқамызды жарып, үстіне сүт құйып, тұз салып, қамыр илейтін боламыз. Сұйық май құйып, осылай қамырымызды илеп, су құйып, не қатты емес, не жұмсақ емес, орташа қамыр илеп, салафанға салып, тұндырып қоямыз. Тұнған қамырымызды бір қайтара басып, қайта қоятын боламыз. Осылай қамырымызды мен екі бөлікке бөліп алдым. Біреуін салафанға салып, біреуін ұнның көмегімен басып, оқтаумен қамырымызды жұқа етіп жаятын боламын. Осылай қамырымыз өте жұқа болу қажет. Дөңгелетіп, осылай қамырымызды жайып алдық. Енді майымызды, маргаринімізді құйып, осылай жағып шығамыз. Осылай дөңгелектеп орап қамырымызды. Дөңгелете орап алып, холодильникке жарты сағатқа қойып қоямыз. Қойған қамырымызды шығарып, үстіне бір жұмыртқамызды жарып, духовкаға 200 градуста жарты сағат арасында пісіріп аламыз. Мінекей, біздің қатпарлы қаттамамыз дайын, өте дәмі керемет болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деп сенемін. Егер қызықтырса, видеоға лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Тіркелмеген болсаңыздар, тіркелуді ұмытпаңыздар. Мінекей, қаттамамыз осылай болып шығады.